Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін біз осындай жұмсақ, керемет дәмді панкейктер әзірлейтін боламыз. Алдымен жұмыртқаларды жарып аламыз. Оның үстінен құмшекерді қосып, миксермен араластырамыз. Осылай миксермен видеодағыдай ақ болғанға шейін араластырып болған соң, оның үстінен жылы сүт құямыз. Содан соң тағы да миксермен араластырамыз. Қопсытқышты ұнның ішіне қосып, ұн мен қопсытқышымызды қамырымызға қосамыз. Араластырып жібереміз. Дәл видеодағыдай араластырылып болған соң, ерітілген сары майды қосамыз. Миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейінгі қамырымыздың қоюлығы дәл видеодағыдай болуы қажет. Содан соң сковородкамызды ысығанша күтіп, оның үстіне қамырымызды осындай дөңгелек қылып құйып, ол көпіргенше күтеміз. Видеодағыдай көпіру қажет. Көпіргеннен кейін біздің панкейкімізді арғы бетіне аударамыз. Дәл солай екіншісінде аударамыз. Панкейктің дәмі дәмдірек болсын деп, мен кокостың майын қосып жібердім. Сіздер де қоссаңыздар болады. Осылай видеодағыдай қамыр біткенге шейін пісіре бересіздер. Осымен біздің панкейкіміз дайын. Егер сәндегілеріңіз кетсе, бетіне ерітілген шоколад жақсаңыздар болады, немесе осылай мен секілді варенье жақсаңыздар болады, джем жақсаңыздар болады, сахарный пудра сепсеңіздер болады. Дәмі өте керемет шықты. Барлықтарыңыз пісіріп көріңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.